Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода мен сіздерге күрке тауық және тауық балапандарын қалай өсіру керектігі жайлы айтатын боламын. Әрине өзім көп білмеймін, бірақ өз тәжірибеммен бүгін сіздермен бөлісем. Сол үшін астында қызыл подписаться батырмасын басып, лайк басып қойыңыздар. Комментарийді видео аяқталған соң жаза бересіздер. Ал енді кеттік. Неге мына брудердің ішінде жаңадан шыққан инкубатордан шыққан тауықтың балапандар және күрке тауықтың астынан шыққан балапандар бар. Күрке тауықтың балапандары осы неде тұр. 2-3 күндік балапандар және 2-3 күндік күрке тауық балапандары. Бұлар қазір су, таза су және старт жемін жеп жатыр. Астылары осы. Бір лампышка, осы лампышкамен жылынып тұр, жауырап атқан жоқ. Осы бөлменің іші жып-жылы. Мінекей мына жақта үлкен күрке тауықтың балапандары. Бұлардың алды 10 күннен асты және мынандай кішкентайлары 5 күндіктері де бар. Бұлардың біразын саттым, әлі де сатып жатырмын. Бұлар да старт жеп тұр. Старт және таза су. 2 инфракрасный лампа. Қызуды жақсы беретін. Жалпы бұларға стартты мен 20 күнге шейін берем. Жалпы 15-20 күнге шейін беру керек стартты. Одан кейін ары қарай рост жемін береміз. Ол ростты 2 айға шейін бере беруге болады. Одан ары қарай қарапайым кәдімгі жемдермен, қолдан жасалған жемдермен бере беруге болады. Түнде барлығы осы мына лампышкалардың түбіне келіп жатады. Мына жақта тауықтың балапандары. Бұлар да инкубатордың астынан шыққан. Бұларға жарық керек емес, өздері осы жерде тұр. Мына жерде шөппен қоршап тастап қойдым. Бұлар қазір рост жеп тұр. Бұлар 1 айға жақындап қалды. Және де су. Қазір мен мына балапандардың барлығының суларына бір таблетка араластырып берем. Ол таблетка ішіндегі микроб барлық ішкі құрылыстарының бәрін тазалайды. Метронидазол деген дәрі адамның аптекасында сатылады. Бұны да өзім интернеттен көрдім, ютубтан осылай беріп жатыр екен. Жалпы кішкентай балапандарға пайдасы көп екен. Бұны кішкентай енді ашылған кезден бастап бере беруге болады. Бұның 3 таблеткасын 1 литр суға араластырып береміз. Қазір оны көрсетем. Және де бұл күрке тауықтың балапандары көк пиязды жақсы көреді. Көк пияз. Күрке тауық барлығына осыны майтылап турап берем. Өте пайдалы витамин. Әсіресе күрке тауық балапандарына жақсы жейді. Қазір солардың барлығын беріп сіздерге көрсетем. Және де тауықтың да күрке тауықтың да балапандары ашылған кезде 2-3 күн қайнатылған жұмыртқа бергенде өте пайдалы. Ең басында сол қайнатылған жұмыртқаны жеп, біріншіні стартты онша жей алмайды. Қайнатылған жұмыртқаны жеп, одан кейін жайлап үйренеді. Сондай қайнатылған жұмыртқа бере беруге болады. Мінеге 3 таблетка метронидазол салдық. Енді қазір осыны үгітіп 1 литр суға араластырып балапандарға береміз. Мінеге таблеткаларды майтылап үгіттік. Енді осыны суға араластырып береміз. Жақсылап араластырып, олардың барлығы ерігенше араластырамыз. Жалпы бұл
таблетка. Ішіндегі құрт, микроб барлығын өлтіреді. Енді қазір құрт жоқ шығар бірақ балапандарда. Бірақ ішіндегі микробтардың да барлығын ішін полный тазалайды. Мінеки метронидазолды беріп жатырмыз. Осылай 3 күн қатарынан беруге болады. Ана жақтағы енді күрке тауық, бұларға 2 литрге 6 таблетка араластырып, жақтағы тауықтың балапандарына да 2 литр суға 6 таблетка араластырып береміз. Мінеки барлығының суларын беріп шықтым. Өздері шығарып. Енді қазір мен бұларға көк пияздан турап берем. Майдалап турап, осы көк пияздан береміз қазір. Бұның пайдасы өте көп. Қазір енді күрке тауық балапандарының қалай жегенін өздеріңіз көресіздер. Мінеки көк пияздарды турадық. Енді қазір күрке тауық балапандарына береміз. Кішкентай балапандар енді үйреніп отыр. Бұндай жеп көрмеген әлі. Қазір енді тауықтың балапандарына береміз. Жалпы мыналар жақсы жеген көк пиязды. Осылай күрке тауықтың балапандарына көк пияз беріп өсіреміз. Жақсы өсуіне көмектеседі. Ал құрметті көрермендер, мен балапандарды осылай өсіріп жатырмын. Каналға тіркеліп, астындағы қызыл подписаться батырмасын басып, лайк басып, комментарияға пікір және сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.